Парфюмді дұрыс қалай себеді? Естеріңізге сақтап алыңыздар. Ешқашанда білікке сеуіп бір-біріне ысқыламаңыздар. Бұл пирамиданы разрушать деді. Және парфюмді крышкасына сеуіп былай жаппаңыздар. Бірнеше рет болған таныстарым бүйтіп сеуіп жапқан. Ай, әбден жүрегім ауырғаннай. Ал енді парфюмді қалай себу керек? Егер де легкий парфюм болса, мысалы менде коллекциядағы French Tobacco, легкий, освежающий, ең стойкий цитрус болып келеді. Мен алам, құлақтың артына бір септім, екінші құлақтың артына бір, потом қолға бір, себебі мен сөйлеген кезде бүйтіп бір тигізем, сөйлеген кезде осылай движение жасаймын қолмен. Сосын мен мойынға сеппеймін. Рожадав парфюмер айтқандай, бұл зона декольте, ертерек қартаяды, өте сезімтал. Мен футболканың астына бір пішт еткізем. Ал келесі методты мен удовый ауыр ароматтарға қолданамын. Мынау мысалы Монталь Арабиан Стонканы распива, бұл вечерний аромат болып келеді. Ешкімді тұншықтырмас үшін мен аламда білекке бір себемін. Екінші білекті бір тигіземді, мойынға бір, екінші мойынға бір. Болды, одан кейін ешқандай артық сеппеймін. Сол кезде сіз ешкім тұншықтырмайсыз, ешкімге кедергі келтірмейсіз. Адамның мұрны ароматқа тез үйренеді. Біз қате ойлап, мынау иіс кетіп қалды деп артық сеуіп қоюымыз мүмкін. Ол басқа адамға кедергі болады. Тем более мынау сияқты стойкий ароматтар басқа адамға қатты сезіледі. Сондықтан сіздерден сұранарым Бакара, Кирке, Мегамар сияқты парфюмдерді көп сеппеңіздер.